Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге біздер future continuous яғни созылмалы келесі шақ шағымен танысатын боламыз. Бастайық. Қараңыздар, future continuous яғни созылмалы келесі шақты не үшін қалай жасаймыз? Оны жасау үшін бізге will деген көмекші етістік керек, одан кейін be деген to be етістігінің алғашқы формасы керек, және етістікке ing жалғау арқылы жасаймыз. Мысалға, I will be working at home tomorrow 5 o'clock. Ертең сағат 5-те мен үйде жұмыс жасап отыратын боламын. Яғни will, одан кейін be, әрқашан барлық шақта, одан кейін етістікке ing жалғады. Енді қараңыздар, жекеше түрде, көпше түрде барлық жағдайда біз I, you, he, she, it, we, they барлық жағдайда да біз осы форманы өзгертпей қолдана беретін боламыз. Енді сұрау сөйлем жасау үшін ол өте оңай. Ол жаңа will деген етістікті алдына шығарамыз, одан кейін зат есім қоямыз, одан кейін be және етістік ing-мен бірге тұра береді. Мысалға, will you be sleeping 7 o'clock in the morning? Сен таңертең сағат 7-де ұйықтап жататын боласың ба деп сұрау үшін, яғни will мен be-дің арасына зат есімді қоямыз. Келесі болымсыз сөйлем жасау одан да оңай. Ол үшін сөйлемде еш нәрсені орнына ауыстырмаймыз. Тек will деген көмекші кейін not деген болымсыздық сөзін қосып жазамыз. Яғни won't қысқаша түрде болады. Will not. Мысалға, she will not be working tomorrow afternoon. Ертең түстен кейін ол жұмыс жасап жатпайтын болады. Will not be working. Яғни еш нәрсе өзгерген жоқ, тек will-дан кейін not деген көмекші сөзді қостық. Қараңыздар, енді ең маңызды бөлігі future continuous шағын қашан қолданамыз. Оны қолданудың бірнеше ережесі бар. Бірінші, ол болашақтағы нақты жасайтын созылмалы іс-әрекетті сипаттау үшін. Мысалы, at 7 o'clock tomorrow, she will be in her office. She will be working. Ертең сағат 8-де ол өзінің офисында болады. Ол кезде ол жұмыс жасап жататын болады. Яғни ол нақты ертең болатын іс-әрекетті, созылмалы іс-әрекетті сипаттау үшін біз future continuous шағын қолданып тұрмыз. Екінші жағдай, болашақта қатар жүзеге асатын бірнеше әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Мысалға, Tom will be slicing cheese and I will meeting the guest. Яғни, Том ол сырды кесіп жатырған кезде мен қонақтарды қарсы алып жататын боламын. Яғни, сырды кесіп жатырған іс-әрекет және қонақтарды қарсы алу екеу қатар жүріп жатырған созылмалы іс-әрекет. Сол екеуін сипаттау үшін біз future continuous шағын қолданамыз. Келесі, болашаққа жоспар құрған кезде, яғни болашақтағы нақты бір уақытта біз жасап жататын созылмалы іс-әрекетімізді айту үшін. Мысалы, they will be moving to Almaty next Monday. Келесі дүйсенбіде олар Алматыға көшіп жататын болады, көшіп бара жатады. Түсінікті? Келесі, енді сіздерге осы үш созылмалы шақтың present continuous, past continuous және future continuous. Осы шақтағы созылмалы, осы шақ созылмалы өткен шақ және созылмалы келер шақтың үшеуінің айырмашылықтарын мысал түрінде көрсетейік. Қараңыздар. Бірінші созылмалы өткен шақта ол мынандай мағынада қолданылады. We were having dinner at 7 o'clock last night. Яғни кеше сағат 8-де түнде біз тамақ ішіп отырдық. Бұл созылмалы іс-әрекет. Біріншіден тамақ ішіп отырғандар туралы, екінші ол өткен шақта болған. Сондықтан бұны біз past continuous шағында қолданып тұрмыз. Енді present continuous, яғни созылмалы осы шақта ол қалай берілуі мүмкін? We are having dinner at the moment. Біз дәл қазіргі уақытта тамақ ішіп отырмыз. Соны сипаттау үшін біз present continuous шағын қолдандық. Келесі, future continuous шағын we will be having dinner at 7 o'clock tomorrow. At 7 tomorrow немесе ертең сағат 8-де біз тамақ ішіп отыратын боламыз. Яғни болашақта болатын созылмалы іс-әрекетті сипаттау үшін біз future continuous шағын қолданып тұрмыз. Енді future continuous'та қолданылатын time маркерлері, яғни уақытты білдіретін сөздерге тоқталып өтейік. Олардың саны бірнешеу, олар әртүрлі болуы мүмкін, мағынасына қарай таңдаймыз. Мысалы, at 3 o'clock сағат 3-те, at 5 o'clock сағат 5-те. This time tomorrow, ертең осы уақытта. Немесе from және till, бір уақыттан екінші бір уақытқа дейін. From 9 till 10, 9-дан 10-ға дейін деген секілді созылмалы іс-әрекет. During that time, сол уақыттың ішінде for 5 hours, мына жерде кез келген сан тұруы мүмкін. 5 сағат бойы, 10 сағат бойы деген секілді. For a week, апта бойы. Енді үй тапсырмасына тоқталып өтейік. Үй тапсырмасы сіздерге осы видеоның астына берілген ссылкадан өтіп тестті орындайсыздар. Одан кейін future continuous жағындағы 5 сөйлемді жазып шығыңыздар.